жалпы құрылтайдың мәртебесі, конституциялық мәртебесіне қатысты не айтасыз? Бұл жерде президент өзінің функциясының басым көпшілігін құрылтайға беріп отыр. Яғни бұл құрылтайдың өкіметті бақылаудағы рөлі артатын болады. Сонымен бірге мынау конституциялық сот, жоғарғы аудиторлық палата, оның барлығы енді құрылтайға бағынышты болатын болады. Подотчет, мысалы үшін мынау жоғарғы аудиторлық палата жылына 2 рет құрылтайдың алдында есеп беру керек. Яғни бұл жерде мынау құрылтайдың негізгі функциясы артып отыр. Ол ең негізгі функция, ол өкіметке бақылау жасайды, және сонымен бірге мынау жоғарғы аудиторлық палатаға бақылау жасайтын болады.